Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аситока. Достар, бұл бізде сіздердің өте көп күткен видеоларыңыздың бірі. Бұл бізде мектеп сериалының екінші бөлімі. Сіздерге осы сериал қатты ұнап жатыр екен. Маған да өте қуаныштымын әрине. Сондықтан мен екінші бөлімін түсірейін деп шештім. Сіздерге осы сериал ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Жанель неге Анель мектепке келмей жүр? Енді оның аллергиясы әлі бітпей жатыр дегенім. Жақсы. Онда аллергиясы біткен кезде срочно мектепке келсін енді. Я келеді ғой, айтамын ғой. Жақсы онда. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Не себеппен келіп отырсыз? Бірінші отырып алсаңызшы. Жақсы. Не себеппен келдіңіз дегендей. Енді мен осы мектепте өзімнің қызымды оқытайын деп едім. Жақсы. Қызыңыздың аты жөні кім? Қызымның аты жөні Қайрат қызы Мариям. Жақсы. Так, мен мына жаққа жазып алайын, күте тұрыңыз. Неге келіңіз, мына құжатқа қол қойыңыз. Қайда қағаз ручка бермейсіздер ме сонда? Жоқ, компьютерге қоясыз қой. Жақсы. Сіздерге рахмет енді. Бұл бізде өте жақсы мектеп. Енді ертеңнен бастап уже мектепке алып келе берсеңіз де болады. Кітаптары бар шығар, ондай? Ондайда баяғыда алып қойғанбыз. Жақсы, онда ертеңнен бастап мектепке келе берсін. Сіздерге де көп рахмет. Барлығымыз ертең сосын сіздер 5Б сыныбына ауысасыздар. 5Б? Жақсы. Тоқтай тұрыңызшы, 5Б-да орын жоқ екен. Онда сіздер 5А-ға көшерсіздер мүмкін. 5А дейді. Жақсы. Онда ертең мен қызым баратын кезде мен де қасына барсам бола ма? Болады. Жақсы онда. Сау болыңыз. Мам, сізді ұзақ күттім ғой, сыртта мұздап кетіңіз, дала деген суық қой кәдімгідей. Енді қызым мектепке қабылдады дегенде. Жақсы болды ғой? Жақсы болды. Енді біз үйге барайық. Жүр, әкем тамақ жасап жатқан. Әкем ба? Жоқ, жасаған жоқ енді. Заказ етіп қойған ғой енді. Жарайды. Жүр, кеттік, үйге бара берейік. Қызым-ау, енді тұра ғой. Қызым, перден ашайын. Қызым, тұр. Қазір мектебіне кешігесің. Пап. Қазір кішкене ғана жата тұрайыншы. Енді қызым, қазір мектебіне кешігесің ғой. Сумкаңды дайында, кітаптарыңды сал дегендей. Қазір. Жақсы. Сен тез жуынып ал, киіміңді ки және сумканы дайындап, тез кухняға келе, тамақ жейміз. Жақсы, ұйықтап қалма. Жарайды, тұрайын. Так, сумкамды кеше ғана дайындап қойған болатынмын. Енді мен формамды киіп алайын. Бірінші барып жуынып келейін. Так, жуынып та келдім. Енді формамды киейін. Маған жарасып тұр. Жақсы, енді сумкамды алып, шайға бара берейін. Әйтпесе қыз кешігіп қалармын. Қазір ханым, сіздерге міне шайларыңызды құйып берейін. Міне. Так. Мынаны алып кетейін бе? Жоқ, тұра берсін. Тағы да құйып алармыз. Жақсы, онда басқа ештеңе керек емес па?
Жоқ, сен барып демала тұр, біз қызметпен шайымызды ішіп алайық. Жақсы, ас болсын сіздерге. Қызмет, сумкаңды жерге қоя сал. Айтпақшы, мә ланчбоксыңды сумканы салып қой. Жақсы. Ей, мынау не салынбай жатыр мынау? Бер! Ашып қалған несін ол? Ой! Так. Ой. Мынау шанты ма? Той. Уф. Я, енді шайынды іш. Сумканы жерге қоя тұр. Бірақ папа, мама қайда? Ол енді бір шаруамен шығып кеткен ғой. Жақсы. Қызым, асықпай жесеңші. Қатты қарным ашып кетті. Жақсы, пап, мен қыз кешке кеп қалармын. Сау болыңыз. Жақсы, сау бол. Аха, ертерек келуге тырыс. Иә, сау болыңыз. Осы кабинет бекен, бірінші кабинет дейді ғой. Жақсы, осы шығар. Кіріп көрейін. Мә, өте қатты қобарып тұрмын. Жақсы. Сәлем. Сәлем. Сен жаңадан оқушы келдің бе? Я, мен жаңадан келген оқушымын. Мә, саған. Сен деген вообще бізге ешқандай апай жаңадан оқушы керек деп айтпады ғой. Неге айтпады екен? Сол ғой. Білмеймін мен. Жақсы, енді сенің атың кім, айтшы? Таныстырсаңшы өзіңді. Менің атым Мариям. Вау, атың әдемі екен. Рахмет. Мә, қарашы, сумкасы қандай әдемі, күшті ғой, қараңдаршы. Мә, сумкаң әдемі екен. Шашың да әдемі ғой. Рахмет. Жарайды, мә. Кешір енді. Өте қымбат, күшті сумка ұстап алыпсың ғой. Рахмет. Енді бір байдың қызы шығар. Я, сен бір байдың қызы шығарсың, я? Енді, я, мен бай отбасынан шыққанмын. Ба, күшті. Я, күшті ғой. Енді сен деген ана жаққа орнына отырып бер. Мә, өтініш, менімен бірге отыршы. Жоқ, менімен отыршы. Мә, өтініш, менімен отыршы. Өтініш, өтінемін. Мен енді білмей тұрмын. Қайсылармен отыратынды. Болды, енді жарайды. Ол өзі таңдайды ғой, кіммен отырғысы келетінін. Иә. Жақсы, сен анда кіммен отырғың келіп тұр? Мен әзірше білмеймін. Бірақ енді мен бір өзім пока отырғым келіп тұр. Жақсы, отыра бер. Рахмет. Мә, күшті ғой, бұған бір байдың қызы әйтеуір. Достар, енді осымен біздің екінші бөлімімізде аяқталды. Ұзағырақ қылуға тырыстым, сіздерге ұнады деген ойдамын. Ендеше үшінші бөлімін күтіңіздер. Бұның бөлімдері әлі өте көп, сондықтан да сау болыңыздар.